Сәлем оқырман. Диана мен Сұлтан үйленеміз деп жариялаған болатын. Өздерінің жылы сөздерін айтып, қолдаушыларына рахметін айтып жатыр. Диана болса осындай жазбаларын қалдырған болатын. Сұлтанмен сөйлесіп бір жағы таң қалып, бір жағы қуанып отырмыз. Біреу үшін осылай қуану деген керемет қой. Сұлтан екеуміз де қатты қуанып жатырмыз, бағалап жатырмыз. Бұндай негізінде отдачаны, бұндай кері байланысты біз күтіп келмей жатырмын. Тек телефоннан тұру мүмкін емес болып қалды ғой. Неге? Өйткені сіздердің хаттарыңыз өте көп. Өткен жолы мен тәтті шайдан кішкене ауырып қалдым, білмеймін неге. Мүмкін қатты толқып кеткеннен болар. Денемнің барлығы кәдімгідей отмена берді ғой маған барлық жағынан. Рахмет, құттықтауларыңызға өте тәнтімін, өте қуаныштымын. Алла жар болсын, Алла разы болсын. Өте приятно. Жалпы мен барлық достарымызға және достарымызға рахмет айтқым келеді. Кім білді және ізгі ниетпен үндемеді және біз өзіміз қалағанша қауесет жібермеді. Мен қалай білемін, менің жақындарымды азаптады, бірақ олар үнсіз қалды. Бұл ең алдымен сол адамдарға жұмаққа жол, адалдық үшін. Ал Америка құрама штаттарына келетін болсақ, ол мүлдем бөлек әңгіме. Негізі бала кезімнен, өзім студент кезде work and travelмен барғым келген, бара алмай қалдым. Негізінде әр адамның, саналы адамның деп ойлаймын, кемде бір минимум бір рет Америкаға барғысы келеді бәрібір. Және ол баруға тұрарлық ел деп өзім айта аламын көргеннен кейін. Өте ұнады. Енді мен өзімді керемет судағы балықтай сезіндім деп айта алмаймын, өйткені ол жерде бәрібір тілден барьер болды, қысыласың. Бірақ Сұлтан оның ағылшын өте жақсы, өзін еркін сезіне алды. Соның арқасында соның критический мышлениесі күшті болғаннан кейін Америкада кәдімгідей спокойно жүрдік. Мен жалғыз олай жүре алмас едім мысалы. Енді логика жағы менде кішкене өкінішке орай отсутствует, ода присутствует. Сол үшін де біз мүмкін шығармыз, бір-бірімізді дополняем.